Балалар, 1 шілде күні бізде ұлттық домбыра күні. Білесіңдер, иә? Домбыра ол не? Қазақтың аспабы. Дұрыс, қазақтың аспабы. Сендердің назарларыңызға қазір мен сендерге қызықты 5 дерек көрсетем. Қарай қойыңдар. Сәлем достар, 1 шілдеде Қазақстан ұлттық домбыра күнін атап өтеді. Бір қарағанда қарапайым болып көрінетін осынау аспап бір сәт тыңдаушының жүрегіне қуаныш ұялатып, дархан даланы еске салса, енді бір сәтте көзіңе жас үйіртіп, көкірегіңе мұң ұялататын әуен шығаралады. Ендеше домбыра туралы қызықты 5 дерек ұсынамыз. Домбыраның прототипінің тамыры көне замандағы кетеді. Алматы облысында билеп жүрген адамдардың тасқаға шалып салынған суреті және қазіргі домбыраға ұқсайтын аспаптың суреті табылған. Суреттер неолит дәуіріне жатады, яғни домбыраның 4000 жылдық тарихы бар. Белгілі ғалым Әл-Фараби музыканың тек қана сауық үшін еместігін, сонымен қоса музыканың бала жастан бастап жанды тәрбиелеуге арналған құрал екендігін атап айтады. Әл-Фарабидің өзге бірнеше аспапты меңгерген, солардың ішінде домбырада ойнай алған. Белгілі қазақ және совет әншісі музыкант Андрей Қашаубаев туралы фильмі жарыққа шықты. Ол өзінің даусымен, табиғи дарынымен де және экзотикалық аспап домбыраның үнімен Еуропаның талғампаз жұртшылығын баурап алды. Қадыр Мырзалидің нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деген сөздері домбыраның қазақ халқы үшін маңыздылығын көрсетеді. Домбыра Гиннестің рекордтар кітабына енген. Рекорд қоюға 10 мыңнан астам адам қатысқан. Олардың бәрі кеңес күйін орындаған. Бұл оқиғаның Қытайда орын алғанын айта кету керек. Қазақтың ұлттық мәдениеті мен салт дәстүрі шетелде осылайша сақталып, ұрпақтан ұрпаққа таратылып келеді. Достар, бізге лайк қой. Ал балалар, мен қолымдан қандай аспап? Домбыра. Домбыра. Домбыра не екен біз білеміз, е? Телевизордан көреміз. Бізде Жанель ойнайды, е? Я. Аузы қойш. Нұркен Жанель, 3-ші сынып, Әдербеков, Баланас. Нұркен Назгүл, музыка мектебі, 3-ші сынып, Торжорға.